Таптаурын тілмен айтсақ, Шәмші Қалдаяқов тірі болғанда дәл бүгін 78 жасқа толар еді. Жә сөз бастамай жатып 16 жыл бұрынғы қазаға өкініш білдірмей қоялық. 1930 жылы басталып, 62 жасқа қараған шағында 92 жылы 29 ақпанда түгесілген өмір өзені туралы, қуанышы мен бақыты, өкініші туралы білетінізбен аз кем бөлісіп көрсек. Шәмші оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуелдір ауылында темірші ұста Қалдаяқ пен Сақып Жаман отбасында дүниеге келген. Қабыланбектегі мал дәрігерлік техникумын, Ташкенттегі музыка училищесін тәмамдаған. Мектепте де жақсы оқыған еді. Орысша, қазақшаға судай, таза сөйлейтін еді. Кісінің кеуілін қалдырмаушы еді, қызғаныш дегенде білдірмеуші еді. Сол кісінің көңілін қалдырмайтын Шәмшінің өмір дарияда жарғабаққа жиі ұшырасқаны жайлы көп айтылады. Консерваториядан бір емес 2 рет қуылды. Композиторлар одағына мүшелікке қабылданбады. Орта жастан асқанда жүрек дертіне шалдықты. Атақ даңққа елеп ескеруге өзде құмарланбады, ұсына қойғанда ешкім болмады. Раушан Қалдаяқ қызы Шәмші мұның біріне де көңілін түсірген жоқ. Бар бақты әнде ғана екенін, халықтың құрметіне бөленетінін түсінді дейді. Шәмшімен төте өскен туған қарындасы қазір 70-ке жақындады. 10 бала, 37 немере, 5 шөбіренің анасы. Осы кісінің сөзін естімей, өзімнің әніммен жазып, халқыма сосындап артында қалса болды емес пе, маған оқудың не керегі бар деп, өлгенше іштерде жұмыс істемей өтті. Мұхтар Шаханов менің шешем Шәмшіні тұңғыш ұлым деуші еді деп естелік айтты. Арыс жағасында Ақпантик сынды ғажайып әндердің мәтінін жазған сол Мұхтар ақында Шәмші шығармашылығына қатысты әділетсіздіктер аз болмады дейді. Таңдаулы әндерге конкурс жүргізді. Сол конкурсқа біз мынау Арыс жағасындағын салайық деді. Сөйтіп, Арыс жағасындағын салдық. Өзіміз жиі айтып жүретін, төменнен санағанда бірінші орынды иеленіп шықтық. Сол кезде шашасына шаң жұқпаған әндерді қазір кім айтып жүргенін қайдам, соңғы орын тиген нашар ән қазақ жастарының 2-3 ұрпақ ауысты гимніне айналып кеткен. Ал Шалағай халтурщик, вальсомания деген айыптаға ұшыраған сазгердің жайдары күн кеше қоймағаны анықтын. Өнер дегеннің өзі бір әруақты дүние, адамның делебесін қоздырып берді, арқасын қоздырады. Сондай адамдар төңірегінде көбірек болып кетті. Оны олай да тартылап, бұлай да тартылап, ана жерге Шәмші арқылы абыройға жеткісі келіп, андамында шақырып, андамында ертіп алып кетіп жүрген жандар көбірек болып кетті. Шәмшінің қиындау тағдырын осылай ғана түсіндіруге болатын шығар. Бірақ өкінетін ештеңе жоқ. Мұхтар інісі айтпақшы, оның ешкім қайталай алмайтын екінші ғұмыры басталды. Толқысын шартарап, тасшы тебіренші о гитара. Қазақтың қаны, сығанның сазы бар осынау әнде бірталай уақыттан бері бірталай әңгімеге арқа болып келеді. Ол 2-3 ай сығандардың арасында жүріпті. Сосын осы ән туыпты дейтін гу-гуді қолдайтындар да, оған үзілді-кесілді қарсы шығатындар да бар. Сыған Сиренада сатты спектакль естеріңізде ме? Әуезов театрында жүретін. Сол спектакльде Шәмші тіпті сыған қызы Изольдаға ғашықта болады. Әрине көркем шындық пен тарихи шындық екі бөлек ұғымдар, бірақ осының негізі қаншалық. Шәмшімен сырлас болған, бірақ қазір арамызда жоқ кей кісілердің естеліктерінде сазгердің сыған арасында болғаны там-тұмдап айтылады. Бірақ біз сыр сұраған көзкөргендердің көбі бұл тақырыптан айналып өтуге тырысты. Жоғарыда атаған пьеса авторының өзі кезінде Шәмші отбасы тарапынан дөрекілеу, ескерту естігенін айтып, сұхбат беруге аса құлық емес екенін жеткізді. Тым жақын болдық дейтін Мұқаңның өзі Шәкеңнің аузынан мұндай әңгіме естімегенін айтады. Ол сиганға ғашық болыпты, сиганның қыз солардың арасында жүріпті деген пікірді де өз басым қолдамаймын. Сиренадаға оралайық. Сөзін жазған Қадыр Мырзалы ән 70-ші жылдардың ортасында туған дейді. Мынаған сөз жазып бер деп, Балдырған журналында істеп жүрген ақынды сазгердің өзі іздеп келіпті. Сол бір жас кезімізде, романтик кезімізде сығандардың табырына бір араласып жүрген кездерім болған деді. Бірақ мынау қазіргі айтып жүргендей, пьесте жазып жүргендей, махаббат мынауны айтқан жоқ. Оны енді мен оған кінәлі бола алмаймын. Қашанғы қай жердегі тобыр ол? Раушан апай мұны білмейді, бірақ ән туғаннан кейінгі ашық әңгіме әлі есінде. Мен бірақ айттым, неміне қазақ жетпей қалғанда сигандес, сиганның әніне істеп сөйттім да. Соны сүйдеді. Ол сиганды да Құдай жаратқан ғой, Раушан. Оның да өздерінің алдына қаңғып жүрген менен мәдениеті бар ғой. Осылардың мәдениет қандай екен десем, бізді қазақтан күшті екен деді ол. Күшті екен, әнші екен,
Эздолла деді ау дейді қыздар. Эздолла деді. Керемет айтады. Ол маған ғашық болса ғашық болған шығар. Мен оның әніне ғашық болып туған ән деп айтқан маған. Рас, бұл әннің бағы кейінірек ашылды. Орындаған әншісінің де бағын ашты. Мынау үлкен Достық көшесі менен Қабанбай көшесінің қиылысында мынау тұрған үлкен үйде біздің ағамыз тұрды. Шәмші ағатайым осы жерде тұрды. Біз бұрын мынау Сәкен Сайфуллин дейді, бірінші Алматы жақта пәтер жалдап тұрдық. 70 жылдары мына Қонаев атамыз осы үйді ағамызға берді. Сол 70 жылдары Димаш Ахметұлы Үндістанға сапарлай барғанда әуежайда Шәмші әнінің шырқалғанын көріп, тебіреніп қайтса керек. Мынандай бір әңгіме бар. Нұрғысат Тілендиев ақсақал Шәмшінің ісін ертіп Димаш атаға кірмей ма? Шәмшінің үйі жоқ деп жағдайын айта бастаса, үйім бар дейтін көрінеді. Ол өз үйі емес, пәтер қаладан алыс десе, алыстау, бірақ енді Шымкенттен жақын ғой деп жымияды екен. Ал кейде достарына инфаркт болмайтын жалғыз жаны бар ит. Менің күнімді көрсе, ит те инфаркт болар еді деп күлейді екен. Әзіл ар жағында зілі бар. Иә, Шәкеңнің сөз тапқыштығы әзілкештігі дүйім жұртқа мәлім. Оның тіпті өлең жазатынын, Нан атты поэмасын аяқтап кейіннен жоғалтып алған сырдың жағасындағы, арыстың сағасындағы, қамыстың арасындағы Шәмші туған ауылдың түлегі Көпен Әмірбек айтты. Мына Төлеген Айбергеновтың алғашқы қырғыштың қырындай ғана тұңғыш кітабы шыққан, жұп-жұқа арман сапары өз Бесақ дейін тұрады. Сонда Байғазының орнына бір шумақ өлеңмен көріндік берген екен. Көбеюде бүгінде ақындардың қатары Бесақ дейін тұратын не деген арман сапары. Әлі де бұл кеудеме толмай арман, жас көңіл еш нәрсеге болмай алаң. Құшақ жайған қандай адам, бұл Шәмшінің өз сөзіне жазған жалғыз әні. Мінсіз мәтін, кейінгілер секілді әні мен сөзін өзі жаза берсе де қолынан келер еді. Бірақ Шәмші өйтпеді. Тұманбай, Қадыр, Мұзафар, Мұхтар, Сабырхан сынды хас таланттармен қанаттасып қатар жүрді. Саздағы сезімін қапысыз түсіндіре алды. Мәтін мен әуені балталаса да ажырамайтын әндер тудырды. Бәлкім Шәмші әндеріндегі сиқырдың бір сыры осында жатқан шығар. Мына мандаринде Шәмші әскерден қайтқанда Сахалиннен арқалап келіпті. Жарты ғасырлық тарихы бар. 500 әнді еш қазақтың баласы жазған жоқ, мен жаздым деп отыратын еді. Ал енді ұмыт қалған жері бар шығар. Осы мандалинмен жазған ғой? Осы мандалинмен жаздым. Ол мандалинмен енді мысалы бұл мандалин машинаны артынан тастамайтын. Бұл қайырда шабыт келіп қалса, нотамен осымен түсіреді. Яғни біз білетін 287 әннің куәгері осы. Шәмші мұражайы ашылып дегелі біраз уақыт болды. Егер ашылып жатса, басты экспонат осы мандалин болады деп сөзін қорытты Раушан апа. Қартты үміті алдамайтын шығар. Осы ретте Ақжолтай ақпаратты айта кетудің айыбы жоқ шығар. Дәл Шәмшінің туған күнінде Шәмші журналы беттеліп, қатталып, қолымызға тиді. Құрылтайшы Шәмші фестивалінің дирекциясы. Баспадан жаңа шыққан ыстық күйінде оны да түсіріп алдық. Бұл журнал өзі негізінен 48 беттен тұрады. Түрлі түсті, мұқабасы бөлек, сонымен қосқанда 52 бет. Бұл журнал тек қана Шәмші шығармашылығымен шектеліп қалмайды. Тіл мәселесі, діл мәселесі, кез келген тақырыпты көтеретін болады. Қалдаяқтың арманы орындалды. Жәмшид ертедегі Жәмшид секілді ел билемесе де әннің патшасына айналды. Жүректерді билейтін болды. Шәмші әндері жанға сая. Сая демекші, дәл мына Республика сарайының жанындағы саябақты Шәмші атына беру туралы ұсыныстың түскеніне 2 жылдан асты. Бірақ әлі үнсіздік әні шырқалып тұр.